Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгін біз жұрттың зәре құтын қашыратын елесі бар үйлер жайлы айтып өтеміз. Фотограф Стив Лавлес тастанды үйлердің нағыз маманы. Ол түсірілім үшін арнайы қорқынышты фильмдердегі үйлерге ұқсас үрей тудыратын нысандар іздейді. Фотограф ұсынған жан ұшырарлық күйдегі үйлердің өзіндік тарихы бар екен. Бұл 1941 жылы бұл үй бордель болған. Бірнеше жылдан кейін аталған үйдің жер төлесінен бірнеше өлі дене табылыпты. Олардың әрқайсысының ағзаларында мінсіз шеңбер бейнеленіп тұрған. Ал бұл үйге келсек, тарихқа сенсек, бұл үйде 4 баласы бар отбасы тұрған. Ата-аналары бір-бірін өлтіргеннен кейін балалары 10 жылға жуық осы үйде жалғыз өскен. Бұл үйде 20 ғасырдың ортасында тағы бір отбасылық жанжал болған. Бенджамин Олбрайт есімді ер адам әуелде ұлын, одан кейін әйелі мен өзін өлтірді. 1958 жылдан бері үйге адам қолы тимеген. Отбасының жеке заттары сол күйі өз орнында тұр. Детройт қаласындағы үйде елестер бар деген сенім пайда болған. 1942 жылы бұл жерде 3 кісі өлімі болған. Содан бері үй жабық күйде тұр. Жетпісінші жылдары зәулім сарай кішігірім қонақ үй болған. Бірнеше тұрғын түсініксіз жағдайда көз жұмған себепті аталмыш үй көптеген алып қашпа әңгімелердің негізіне айналыпты. Милан зәулім сарайы кең танымалдылыққа ие. Аңыз бойынша бұл жерде мыстан өмір сүрген. Сол себепті де тұрғындар үйге жақындамауға тырысқан. Алып қашпа әңгімелерге сенсек, мыстан кемпір қайтыс болғаннан кейін де өз үйінде жерленіпті. Осымен бұл қысқа видеомызды аяқтаймыз. Егер бейне ұнаса лайк басып, өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.